Ассаляму алейкум, урметлі серджілер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін январьның 8-ы базар эртесі күні. Қырым оқу құройжылары қырымдатарларының тарихи асабалығы Бахчисарайдaki хан сарайыны құрумақ рижасы иле халқара тешкилатларға мураджат етті. Бұны адвокат Эмиль Курбединов білдіре, бұның елі оқу құройжылар Русия кемиятынден ресми изаат алмаға істей. Адвокатлар виядлейджілер тақымымыз Бахчисарай хан сарайының қырымтатарларының тарихи асабалығына қаст етуфден Хорчалав компаниясына башлайжақ ола. Илкевеля Русия Федерациясындан ресми жауап алмақ ниетіндеміз. Бұндан сон халқара басамақларға чықажақ оламыз. Сокулген құруджилық мелземелері ве топрақның нерге алып кетілгеніні дет огренжекміз. Тыш ижересі олған шіркетлер ве бұ демонтажларының тешебізчелері кім? ЮНЕСКОға мұраджат етіп алдын кефалет ве чыққыш комиссиясыны сұрайжақ оламыз. Хан сарайының виран етілмесіне наразылық ичтимаи ағыларда алып барыла. Онлар же Қырымлы Русия кемиятынден тарих ве меморджилық әбидесі янындаки тамир ішлеріні тоқтатмаға талап еті. Бахчисарайда хан сарайының тамир ішлеріні Русия кемияты 2016 сенесі язда башлаған еді. Оқу құройжыларының сөзлеріне көре оларны мутехасысларды гілді адейшілер алып бара. Музейінің ил көрінішіні бозған усулар қоланыла. 16-18 асырларының башында айт медениет асабалығы ЮНЕСКОның алдын жедвеліне кіре. Миллетінің яныдан доғывы ақында арзу етеве арқадашлары 60-никлер елі Сталинның Украин халқына қаршы еткен жинаятлеріні айдынлатмаға тырышайды. Украин шайыры Василь Симоненко бүгін 83 яшыны толдырajақ еді. Фақат 28 яшында вефат етті. Ресми мәліматқа көре бұйрек рақындан. Олюмунден бір ел әвелісі Василь Симоненко Черкасы вокзалында құветшілер тарафындан қатты урылған еді. Тарихчеве әдебиятшынаслар дегені кебі тесадуфен дегіл. О вақыттан берле Симоненко сырт ағрысындан азап чекеді. Шариетінің әсас мевзусы туған топраққа севгі ве оның тағдері үшін месулиетлік. Симоненко сақ олғанда оның әкі кетабы ширлер жиынтығы чыққан еді. Қалған әсерлері Олюмунден сон дүнияу юзыны көрген. Беле әсерлері арасында гүл шарабы ве аналық аққұшлары. Украина президенті Василь Симоненконы хатырлап, шариетінің айретті қалдырғаныны ве гунуллерге терен сінгеніні қайт етті. Мексикада улған бір сыра ұжым нәтижесінде 20 инсан әлек олды. Да учу яраланды тек Оман шайырынды белгісіз шахаслар шахси евнің азбарына сүріп кірді ве анда бұлынған инсанларны атты башлады. Пайтахт Мехикода чайпав интулуы вақтында журналист атып өлдірілді. Гуадалуапа беледиясында полиция бөлігі реберанын маштасына таба атеш ачылған еді. Полиция башлығы әлек олды. Акапулько курорт шеры янында ерлі сәкенлер ве шерінің ұзыны Қорчалав бөлігі арасында атыш ачылған еді. Акапулько янында олған атышлардан сон полиция ерлі халк имаясының бір қач темселжесіні яқлады. 580 наша дозасы мусадыре етілді. Шарқи Қытай деназынды қазаға ораған Иран жермай танкерінде телеф олған инсанын жеседі тапылды. О әркян азаларындан бірі еді. Дейлер Иранын лиман ве дениз кемежелігі тәшкелетінде. Құртарыжылар қалған денізжелеріні қыдыра. Умумен фелекет вақтында кемеде 32 инсан бар еді. Кешенлері танкер Қытай құру юк кемесіне урылып, янмаға башлады. Атеш аля да тынмай. Қытайның нақлият назерлегінде білдірілгені кебім, кеменің эранги даққа патлап, суға батмасы мүмкін. Кеченлері Сиднейде тахминен 47,5 дәреже sıcak кайдетілді. Бұл сонки 79 ел ішінде en yüksek көстергіштір. Деп білдіре Твиттерде Дженеби Уэльс штатының синоптиклер бюросы. Сиднейде январь айында аваның орта арареті 22 дәрежені тешкілеті. Акимиет шерде атеш яқмаға ясақ етті. Соғақларда бедава су станциялары қойылған. Ерлі пляжлар рықмарық толу.
Дуньянын дортунжы ракеткасы Украина теннисчisi Элина Свитолина WTA Кадынлар теннис бірлігінің янартылған жедвелінде 6-нчы сатардан 4-нчы сатарға көтарынды. Бұның ақында тәшкілиятның сайтында языла рейтингінің 1-нчы сатарында Роман Симона Халеп тура. Хатырлатам, январь 6-сында Элина Свитолина Австралия Брисбен шәрінде премьер-сериясы ярышында ғалебе қазанды. Финалда белорус Александра Сосновичны енгенеді. Украинада ise синоптиклер аязве қар яғажағыны тахмин ете суық ава ғарптан келіп, регионларының чоқусына яғанақ кетірежек. Шу жүмледен синоптиклер қарның Карпаты дағыларыны басажағы аққанда білдіре. Ава ререті тушыжек геже 0-дан ашағы 9 дереже олажақ. Күндіз қарарнен 0 дереже гидромет мерkezінде дейлерке, боле ава бір авта девамында үкім сүрежек. Урметлі сәржелер, бұл сонки хабарамыз әді дады чоқ хабарларны сізлер Украин форум сайтында оқуй білесіңіз UATV елі олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.